Достар, осы күнге дейін менің сабақтарымды қарап, каналыма тіркеліп қолдау көрсетіп келе жатқандарыңыз үшін алғысым шексіз. Енді қазір мен описание бөліміне сілтеме қалдырып кетемін. Сол кішкентай бүлдіршіндердің де каналына тіркеліп, қолдау білдіріп қойсаңыздар екен. Барлықтарыңызға алдын ала рахмет. Бүгін 88-ші сабақ зат есім тақырыбын ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі сабақта біз сөйлемнен зат есімдерді тауып, дереккөздерден қажетті мәліметтерді табуды үйренеміз. 14-ші жаттығу берілген тыйым сөздерді көшіріп жазу керек, және олардың ішінен зат есімдердің астын сызып, сол тапқан сөздерімізге сұрақ қоюымыз қажет. Бірінші, сол қолмен нанды үзбе. Екінші, түнде үй сыпырма. Бұл сөйлемдердегі зат есім бірінші сөйлемдегі қолмен, нанды және екінші сөйлемде үй деген сөздер зат есім болып табылады. Сұрақтары: егер түбірімен алатын болсақ, қол, нан және үй деген сөздер, оларға не деген сұрақ қоямыз. Ал егер толық жалғаумен бірге сұрақ қоятын болсақ, қолмен деген сөзге немен, нанды, нені деген сұрақ қоямыз. Мен үнемі сөз таптарын табу барысында түбірлерін ғана көрсетіп жүрмін, себебі сөзді құрамына қарай талдауда болашақта түбірлері естеріңде қала беру үшін осылай көрсетіп жүрмін. 15-ші жаттығу: сурет бойынша әңгіме құрастыруымыз қажет. Кітапқа мұқият қарасаңыздар, онда бесік айналасында отырған әже және екі баланы және басқа да қыз-келіншектерді көресіздер. Енді осыған байланысты біз әңгіме құрастыруымыз қажет. Әңгіменің мәтіні: бесікке салу. Бүгін Мәриямның үйінде үлкен қуаныш. Дүниеге келген інісін бесікке салу рәсімін жүргізу үшін ауылдың үлкендері жиналды. Ағасы Нартай екеуі қызықтап қарап отыр. Олар да кішкентай кезінде осы бесікке бөленген еді. Міне осындай шағын мәтін үлгісі. Тағы да ақпараттар қосып, толықтырып, өзгерте берулеріңізге болады. Енді бесікке салу дегеніміз не? Ол қандай дәстүр? Бұл ертеден келе жатқан дәстүр. Дүниеге келген сәбиді бесікке бөлеген. Бұл дәстүр әлі күнге дейін халқымыздың арасында бар. Бесік тербетуге әр баланың тыныш ұйықтауына өте ыңғайлы. Бесікке салу нәрестені алғаш бесікке бөлу рәсімі болып табылады. Бесікке саларға шақырылған ауыл үйдің әйелдері шашуын, жол жоралғысын ала келеді. Баланы алғашқы бөлу үлгілі ұрпақ өсірген қадірменді әйелге тапсырылады. Ол өзінен басқа тағы бір-екі келіншектің көмегімен бесікті жабдықтайды. Сәбидің әжесі не шешесі түбектің тесігінен балаларға тәтті үлестіреді. Осыдан кейін бесікті отпен аластап, баланы бөлейді. Бесікке салған әйелдерге көйлек, жаулық сияқты сый тартылады. Үлкендер батасын беріп, баланың ер жетуіне, ананың үбірлі-шүбірлі болуына тілектестік білдіреді және бесік жыры айтылады. 16-ші жаттығу: мәтінді оқы. Бесік қасиетті мүлік. Жаңа туған сәбиді бесікке бөлейді. Осы кезде бесік жыры айтылады. Кім не деген сұраққа жауап беретін сөздерді топтап жазайық. Кім деген сұраққа жауап беретін сөздер: сәби. Не деген сұраққа жауап беретін сөздер: бесік, мүлік, бесік жыры. 18-ші жаттығу: пішіндер арқылы сөзді тауып оқы. Шыққан сөз туралы білетініңді айт. Оқулыққа мұқият қарап, пішіндер арқылы сөзді дұрыс тауып оқитын болсақ, бесік жыры деген сөз шығады. Енді бесік жыры дегеніміз не? Бесік жырының басты қызметі бесік тербелісіне ыңғайлас сазды әуен, ырғақты сөзбен баланы тыныштандыра отырып, оның жан жүйесі мен санасына ұлттық тәрбиені алғашқы нәрін сіңіру. Бесік жыры баланың сәби кезінде, яғни 1-5 жас аралығында бала жанына жағымды әуенмен айтылады. Бір сөзбен айтқанда, бесік жыры дегеніміз баланы ұйықтатқан кезде бесікті тербетіп отырып айтатын жыр. Осымен 88-ші сабақта берілген тапсырмаларды орындап болдық. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.